тақырыптарына. Жалпы жақсы тақырып осы именно жаңағы сіз бәрін қамтып кетеміз Алла қаласа. Жаңағы пара алу деген нәрсе. Бұл этаптың бәрінен өттім енді. Өзім айтуға имею право. Бұл нәрсе этаптың бәрінен өттім деп ойлаймын. Жалпы адамның қаржылық кризисі болады екен. Мен жаңағы глобальный кризисті айтып отқан жоқпын. Бұл енді басқа біреулер айтсын. Мен үйдегі кризисті айтып жатырмын. Жалпы әрбір семьяда, мемлекет сияқты әрбір семьяның үйінде кризис болады. Кризис деген бағанағы жоқ, бітті, ақша жоқ, енді қайда табамын, біттім деген сияқты әңгіме. Ол кризистің болатын себептері бар. Бостан босқа болып қоймайды. Оның өзінің себептері бар. Енді осы себептер үш нәрсе бар екен. Біріншісі жан дүние кризисі дейді. Адам қай уақытта жан дүние кризисіне кіреді, бітті, сол күннен бастап кризис пайда болады. Ол қандай кризис? Мысалға айтайық, өзінің статусын түсірмеу. Мысалға айтайық, сіздің күйеуіңіз, примерно келтіріп жатырмын, мен Алла сақтасын, ондай болмай қойсын. Сіздің күйеуіңіз бір жақсы шенді жерде жұмыс жасайды деп ойлайық. Айлық где-то 1 миллион теңге айына алып жүр. Сосын каким-то образом бір нәрселер болып қалды да, сіздің күйеуіңіз жұмыстан шығып қалды. Енді үйіңізге келді, сіз енді бұрыннан күйеуіңізге сеніп жүрсіз, енді үйдің тәрбиесі, сіз жұмыс жасамайсыз, бала бағып жатсыз деген сияқты. Бір ай өтті, айлық жоқ. Жинаған тергеніңіз жоқ әлі. Екінші ай өтті, айлық жоқ. Не істейсіз енді? Күйеуіңізге айтасыз. Енді бірдеңе қылып таксовать етсең де ақша тапсайшы, үйде ақша болмай жатыр ғой десе, сіздің күйеуіңіз тұрып, сен не есің дұрыс па? Мен министерствода жұмыс жасағанмын. Мен не сол ертең таксовать етіп жүрсем ұят емес па? Десе, значит, ол адам жан дүние кризисі бар деген сөз. Жан дүниесінде бір не бар, дискомфорт бар. Өзінің бұрынғы несінен статусынан түспеу. Түсе алмау. Көрдіңіз ба? Кейбір уақыттары Алла Тағала адамды сынау үшін жоғарыға да көтереді, төмен қарай да түсіреді да. Біз всегда жоғарыға көтергенде ойлаймыз, көтеріліп жатырмыз деп. Жоғарылық көтеруді сынақ екен. Алла Тағала ақшаны беріп те сынайды. Төменге түсу де сынақ екен. Ал біз жоғары көтерілген кезде ала береміз, бірақ төмен түскен кезде түскіміз келмейді да. Түсіп көру керек екен арасында. Сөйтіп, қараңыз, көп адамдарда қазір, Айгерім ханым, көп адамдарда қазір ақша жоқ емес. Жұмыс жоқ емес деген әңгіме өтірік ол. Қазір адамдар өздерінің состояниесінен түскісі келмейді. Ана үйіндегі жұмыс істемей жатқан еркектердің кейбіреулері өзі кезінде нормальный жерде жұмыс жасаған. 500 мың теңге табатын жерде жұмыс жасаған. Ол 200 мың теңге жұмысына барғысы келмейді ол. Сол сияқты бұл адамда үйде ақшаның болмауының бірден-бір себебі осы. Ладно, бұны жібердік. Бұл жағдайға түспей қояйық. Екінші жағдай рухани кризис. Рухани кризис деген сөз ненің харам, ненің адал екенін ажырата алмау. Ажырата алса да билемеу. Мысалға айтайық, бағана айтқан сияқты, жұрттар істеп жатыр ғой, мен де істеп алайын. Левыйсыз өмір сүру мүмкін емес. Енді нормальный ақша болу үшін арасында харамға қол салу керек деген әңгімелер бар. Откатсыз өмір мүмкін емес, откатсыз тендер ұту мүмкін емес. Дұрыс па? Сен госслужбада жұмыс істесең, значит, пара алмасаң ол жерде айлық кішкентай. Осындай әңгімелер кетіп жатыр. Бір айлыққа қарап отыра алмайсың, охранник болып жұмыс істеймін ғой, бірақ та сол жерде анау цементтерді сатпасаң, енді үйдегі бала шағаны бағу қиын деген сияқты әңгімелер көп. Осының бәрін адамдар не істейді? Рұқсат етіп алады, өздеріне рұқсат етіп алады да, соны алады. Кезінде мен пара деп алған жоқпын адамдардан. Мен пара алған адам емеспін, менің сөзіме сенетін болса. Мен сыйлық алған адаммын. Бірақ маған кей уақытта сыйлықтар берді ғой. На самом деле қарап отырсаң, ол сыйлық емес негізінде. Ол негізінде былай заң жүзінде қарайтын болсаң, ол пара. Алла сақтасын, енді мен адамдарға не болсын деп айтып жатырмын. Сабақ болсын деп айтып жатырмын. Бұл нәрсеге түспесін. Мен тәубе келген адам, сондықтан басынан өтті, қателестім болды деген сияқты. Сондықтан рухани кризиске түскен адам деген сөз, осындай нәрсені алмаңыздар. Еш уақытта осындай нәрселерді жаңағы адал емес екенін біліп тұрып, ақшаны алмаңыздар. Ол ақша сізде келуі мүмкін, бірақ бір күні қалтаңдағы адал ақшаңмен қосып жоқ болып кетеді. Не дейді? Арам болған 100 теңге, адал болған 1000 теңгеңді қосып алып кетеді дейді. Я болмаса, басқаша сынайды, я? Жақыны мен сынайды. Қараңызшы, мысалға кеше біреу, мен енді ешкімнің тіліп айтпай ақ қояйын, бірақ мен госслужбада жұмыс істегеннен кейін ол системаны білем.
мынау Өзбекстанда болып жатқан жағдай, кезінде біреудің жемқорлығымен салынған нәрсе, кезінде біреу жеп қойған ол нәрсені, соны сол болғандықтан қарапайым кінәсі жоқ халықты алып кетті ғой, енді дейсің. Кінәсі жоқ халық кетіп қалды. Көрдің ба? Бір харамды істеп едің, халал болған нәрсенің бәрін құртып кетті. Сондықтан да ойламаңыздар, мен өзім алып жатырмын, мен өзім ғой, жоқ, сенің әйеліңе тиеді, сенің балаңа тиеді, сен ертең өлгеннен кейін ана немереңе тиюі мүмкін. Алла сақтасын, 7 атаға дейін баруы мүмкін. Сондықтан да осы бастан харам тірліктердің бәрін тастаңдар, тастау керек вообще негізінде. Екіншісі, бұл пара алмаймын деуі мүмкін. Екінші нәрсе бар, таразыдан жеуге болмайды. Алатыныңды түгелдеп алып, адамға беретініңді аз қылып беруге де болмайды. Таразыдан 1 грамм бердің ба, біттің онда. Бұл жерде көп аз деген нәрсе жоқ. Адамдар ойлайды, мен аз алып жатырмын ғой. Жоқ, көп аз деген жоқ. Ине болса да не істемеу керек, таразыдан жемеу керек. Үшіншіден, бизнес жасаған кезде мынандай нәрселер бар. Бизнес жасаған адамға проблема туғызатын бизнес бар, адамның проблемасын шешетін бизнес бар. Еш уақытта бизнесті таңдаған кезде ақша болу керек екен деп кез келген бизнесті аша беруге болмайды. Адамдарға проблема туғызатын бизнестер бар. Мысалға, игровой автомат қою, компьютерный игра қою, казино ашу деген сияқты нәрселер, бұлар дүгем халықтың проблемасы туғызады бұлар. Саған ақша түсуі мүмкін, бірақ ол туғызады. Сондықтан да ол ақшаны сен алып, осы өмірде бай сияқты болып өліп кетуі мүмкін, бірақ ойлама, ол сенің ертең ана ұрпағыңа тиеді. Ертең сен ана өмірге барғанда ұсталуы мүмкін. Мен де осы жаңағы Господа жұмыс істеген кезде бір жақсы өзіме ұнап қалған сөзім бар, өзіме айтқан. Мені осы недегі мемлекет ұстап алады, мені болмаса мені аяқта Алла тағала ұстап алады деген сөз болған. Көрдіңіз ба? Осознанно. Бұл екінші нәрсе. Осы нәрсеге барған адам бұл кризиске обязательно түседі. Ертең ол жоғарыдан құлаған жаман болады. Үшіншісі білім кризисі. Адамда білім деген таусылған кезде бітті. Адамға білім жинау керек. Осы бастан бастап білім жинау керек. Енді білім деген сөз отырып алып, жаңағы әр нәрсені оқи беру деген сөз емес. Бізде білім деген нәрсені бір обобщенно қарайды. Жоқ, сен өзің қай салада дамығың келеді, сол саладан алу керексің ғой. Кейбір адамдар бар, анағанда барады, бір жерге барсаң психология, бір жерге барсаң философия, бір жерге барсаң анау бәріне қарап жүреді, одан пайда жоқ. Еш жерде де болмайсың сен. Керек емес. Отырда менің құндылығым не? Мен өмірде не қалаймын жалпы? Сол қалайтын нәрсеңе байланысты білімді ал. Мысалға сен рекламамен айналысқың келе ме? Маркетологпен сол саланы ал. Сатушы болғың келе ме? Сатушыны ал. Технолог болғың келе ме? Сол саланы ал деген сияқты. Әрбір қазір қарасаң, бүкіл тренингте жүрген бір қауым бар. Не істеп жүргенін білмейсің. Анда барсаң да сол кісілер, мында барса соңғы бір мода болып кеткен мына тренинг деген. Бұл деген тренинг деген оқудың тәсілі ғой бұл деген. Оқу ғой бұл, университет сияқты, просто университет емес. Сондықтан анау не айтып жатыр, мынау не айтып жатыр, бара беруге болмайды. Әр нәрсеге. Еще ақша төлемейді да ғой, еще тегінге барады жаңағы. Уақыттарын алып, ана тегіннің ішінде не бар деп ойлайсыздар, тегіннің ішінде дым да жоқ. Сондықтан керек емес, білім бар екен деп әр нәрсеге жүре беру. Білім деген сөз өзгеру. Мен өз ісіңді тап, адамның өзінің бойында қабілетті табу. Бірінші, қабілет тапқаннан кейін қаржылық сауаттылық, полный қаржылық сауаттылық. Адамда ақшаны сақтау және оны көбейту жолдары. Сосын пассивный доход, сосын идеясын жүзеге асыру. Кез келген адамның идеясы бар, бірақ білмейді қалай қарай алға жүзеге асыру керек екен. Арман бар ғой адамдарда. Маған жекеге жазатын, енді көбінесе әйелдер бар, ер азаматтар бар. Ер азаматтар көбінесе ерігіп отырады, бекер кеткен уақыттай деп ішім ауырады. Одан да жаңағыдай миға келген, ойға келген, басқа келген идеяны жүзеге асыру керек. Асыра алмайтын болсаңыздар, жеңіс сияқты бизнес кеңесшілерге жүгіну керек, Сіз ешқандай жаңа айтып қалдыңыз ғой, ешқандай гипноз қолданбаймын дедіңіз. Ешкімнің идеясын ұрламайсыз ғой. Менде өзімде идея көп, айтайын ба? Мен бір пост шығарам ертең бұйыртса. Менде идея өте көп. Мен идеологпын негізінде. Идеялар көп шығады менде. Список деген полный список. Идеяны тегін беруіңіз мүмкін бе? Мысалы, сіз қарап тұрсыз, сізге келді. Мен детально берем адамдарға. Жақсы жанып тұрған адамдар бар, бірақ сіз бере аласыз идеяңызды, Және оны жүзеге асыруға көмектесесіз. Қатысып жатқандар біледі, мына жерде енді көбісі менің аудиториям болса, менде қатысқан адамдар ғой. Оларға мен бірден айтамын ғой, мен әрқашанда өзім тренингімде артығымен беремін. Екіншіден, тренингтің соңында мен айтамын, міне, мынандай идея бар, жігіттер, қайсысын істейсіңдер деп.
менің тренингтерімнің бәрінде де бар. Міне мына идея айтамын. Көп адамдар артынан айтып жатады, мә сіздің ана айтқан идеяңызды істеп жатырмын мен, білесіз ба деп айтып жатады. Просто ол не ол? Идея ол Аллах тағаладан түскен бір білім ғой, ол да білім, ол принадлежит Аллаху дейді. Знание принадлежит Аллаху, ол менікі де емес қой, ол Аллахтың берген білімі ғой. Мен праведник болғасын, біз оны менікі емес, ол менікі болмайды, менікі болуы мүмкін емес. Просто мен через себя өткіземін да беремін ғой. Просто көп адамдарда бар ғой бәрібір идея ұрланып кетеді деп қорқады адамдар. Өйткені бар ондай адамдар, идея ұрлайтын. Идея ұрлайтын дейсіз ба? Мысалы, біреуге сенеді, сосын айтады, менде мүмкіндік жоқ, бірақ осындай идея бар. Бізге де талай проектілер әкеп, жаңа айтып тұрады, бірақ қолына бермейді деп қорқады, ұрланып кетеді деп. Көп адамдар бар, ондай енді неше түрлісін кездестіріп жатасың ғой. Мен мысалы ешкімнің идея ұрлап көрген жоқпын, бірақ дегенмен мен мықты бір продюсер нелердің ұрлайды деп естідім. Соны естіген ол адамдарда мысалы сенбейді де барлығы ұрлайтын сияқты болып тұрады. Сол сияқты сізге ертең айтса, одан ұрланып кетеді деп қорқу әбден мүмкін. Жоқ, мен қазір даже кітап жазам, Алла қаласа кітап жазам жақында. Өзімнің идеяларыммен бөлісемін. Менің идеяларым, былай айтқанда, ол интернеттен жүктеп алатын идеялар емес, ютубтан қалайтын идеялар емес. Бұл идеялар ерекше идеялар, біріншіден, екіншіден, оның ар жағында, былай айтқанда, білімсіз істей алмайды ол идеяларды. Білім керек дейді. Біреу естіп алып, оны істеп кете алатын болса, ол онда идея емес, ол просто ой ғой ол. Мысалға мен бағана бір досыма айтып жатырмын, бүгін ғана пайда болған идея, Түркістанға байланысты болған идея. Айтып жатыр, менде халық сондай жағдайға түсіп жатыр, осындай бір идея бар. Біз бір жақсылық жасап жіберейік, осы жағынан да адамдар жұмыс болсын оларға деген сияқты. Құрылыс, ертең құрылыс саламыз ғой бұйыртса. Өзіміздің компаниямыз бар, құрылыс компаниямыз. Сол жаңағыдай құрылыс салып берейік, осындай салып берейік деген сияқты бригада жинайық деп айтып жатырмын, жақсы идея. Жақсы екен идея, енді не істеу керек дейді, көрдіңіз ба? Ол не істеу керек екен, менде жазылып тұр ғой ол. Ол бәрібір ол идея келеді ғой, әркімге келеді, бірақ ол не істеу керек, қалай істеу керек деген жолдары бар ғой бұл жерде. Идея егер естіген бойда бұл істеп кететін болса, онда онда идея деген адам сата ма онда? Енді менің алып тұрғаным, сіз жол көрсетушісі ғой енді, иә? Иә, сол жағынан. Бірақ мен кеше де айтқам адамдарға. Мен еш уақытта кейбір адамдар бар, мен тренер болайын деп едім дейді. Мен еш уақытта тренер боламын деп ойламаппын. Шынымды айтайын, мен тренер боламын деп мақсатта қоймаппын, ойламаппын. Қалай пайда болды бұл нәрсе? Күні кешеге дейін мен өзім үшін білім алдым, өзімнің кәсіптеріме керек болды. Потому что мен вынужденно жұмыстан шығуым керек болды, амал жоқ, мен көп ақша табуым керек болды да. Содан шығып, кәсіп жасау керек болды. Кәсіп жасайтын кезде білім жетпей қалды. Білімді мен көптеген ақшаға сатып алдым. Көптеген ақшаға сатып алып жүрмін да, қазірде 5 жылдан бері оқып жүрмін. Қанша ақша кетті? Мұндай, мен жалпы негізі, қанша 50 мың доллар? 50 мың доллардан көбірек кетті. Енді жазылды бар. Жалпы мұндай нәрселердің аты аталып түсі түстелгенін қалаймын, себебі адамдар мысалы білу керек, иә, қазір көбі бірдеме бастағысы келеді, жасағысы келеді, оқығысы келеді, білім алғысы келеді, керек екенін білмейді, және қайда жұмсау керек екенін білмейді. Естілмей қалдыңыз, сіз қайталап жібересіз ба? Естілмей қалдыңыз. Мен жаңа ақшаның санын сұрап жатқаным, көп адамдар бар ғой қазір. Бір нәрсе бастағысы келеді, бірақ қанша қаржы кететінін білмейді, қанша қаржы жұмсау керек екенін, одан кейін нені оқып тоқу керек екенін білмейді, неден бастауды керек екенін білмейді. Ол ананың айтқан кітабын оқиды, мынаныкін оқиды, сонымен жүріп уақыт өтіп кетеді. Бірден айтам адамдарға, кітап оқып, ақылды болып кету, аяқ астынан болып кету қиын. Енді көбісі айтады ғой, кітап оқу керек. Жақсы, кітап оққан жақсы. Бірақ кітапты неден кейін оқисың? Бірінші сен мынау ұстаздың өзінің аузынан есту керек, сосын барып соның ойын түсіну керек, сосын барып соның кітаптарын оқысаң болады. Сол туралы кітаптарды. Кітап негізінде дополняющий ғой. Сондықтан мына мен өзім ұстазға оқыған кезде аузынан естуге тырыстым. Енді айтайын, кім сіздің ұстазыңыз? Қазір адамдарға Сайдмұрат Давлатов деген кісі, білетін шығарсыз. Қазір екінші ұстаз таптым, өзім Жексен Васильевич танитын шығарсыз, танымаймын.
енді тануы мүмкін, көбісі таниды оны, BI групптың советнигі ғой. Енді сол екі кісі негізінде, бірақ 5 жылдан бері мен ауызба ауыз, тіземен тізе тиісіп, жаңағыдай Сайдмұрат Давлаттың өзінен аламын негізінде. Енді ол кісілер өте қымбат білімі, білімінің саны өте қымбат. $50,000 деп айтып отырғаным сол, одан да көп ақша кетті негізінде. Көп нәрсе де берді. Бірақ мен қазір халыққа жақсы мүмкіншілік болып тұр, сол нәрселердің барлығын, сығымдысын, қажетін, қажет емес нәрселер бар ғой. Өйткені долларлы миллионердің айтқан әңгімесі мынандай миллион теңге тауып жүрген қарапайым халыққа келмей қалады кей уақытта. Сол нәрсені алып, қарапайым халыққа өзгертіп, айтқанда керегін алып, сол кісілерге керегін алып, арзан қылып беріп жатырмын қазір. Мен сол жағынан мақтана аламын негізінде. Арзан қылып көп адамға беріп жатырмын. Бірінші. Екіншіден, ол кісі үлкен компанияларды ашуды үйретеді. Үлкен компаниялар. Жеңіс, сіз жаңа үйретіп жатырмын деп отырсыз ғой, арзан қылып. Мақсат, қазаққа жаны ашып, бар қазақ жақсы табыс тапсын, табысты болсын деген мақсатпен бе, әлде әйтеуір алған білімге жұмсалған ақша тиыннан болса да құрала берсін, қайтып жинап алайын жұмсаған кетірген сомамды деген мақсат па? Шын айтайын ба, мен бұрын кімге ойлайтынмын, Давлатов деген миллионер өзі сабақ беріп жүр деген көрген кезде, ең бірінші танысқан кезде, менің ең бірінші айтқан сөзім не болды? Лохотрон ғой бұныкі. Миллионер болса үйінде жатпай ма деген сөз болатын менде. Үйінде жатпай ма? Потому что бізде халықта, жалпы менде де сондай ой болды. Якобы бай адам үйінде қолында соғы бар, телевизор қосып қойған, ақша түсіп жатыр аяқта, бүйтіп телевизор қарап жататын адам деп елестетеміз ғой адамдар. Оказывается, мынау кез келген адамның өзінің бір сүйікті ісі болады, который істемесе тұра алмайтын. Енді менің қазіргі айтайын ба, мынау сөйлеп отырғаным қазір мысалға, мен сізден емес, сіз менен емес ешқандай бір ақыл сөйлеп жатқан жоқ қой ешкім. Бірақ маған приятно, мынандай нәрселермен қозғау, әңгіме қозғау маған приятно. Мен бұл нәрсені тегін де істей аламын. Көрдіңіз ба? Енді мен адамдарға кез келген уақытта тегін де бере аламын. Бағанағы бөлімдерді. Маған ұнайды сол іс. Бірақ айтайын ба, олардан алған ақша мне не помешает. Солай түсінген дұрыс болады. Маған адамдарға білім берген өте оңай. Еще олардың маған айтқан алғыстары бар ғой андай. Ойбай, сіздің осындай нәрсені үйрену арқылы мындай нәрсе бүйтіп кеттім, сөйтіп кеттім деп айтқан кезде, мен көзіме жас аламын. Понимаете, мен жас аламын сондай нәрсе. Көзіме жас келеді кәдімгідей. Менің санам сол нәрсені не істеп алған, үйреніп алған ана нәрседен приятный всплеск алып алған да сондай. Енді мен соны генерирую, постоянно бере берем, но взамен алған ақшамды вознаграждение деп есептеймін. Енді қараңыз. Тегін беріп көрдім, бірақ тегіннің білесіз ғой. Бағаланбайды. Иә. Бағаланбайды, иә. Бізде негізі енді халықтың адамы болғаннан кейін, өзіміз сол ортадан, қарапайым ортадан шыққаннан кейін, біз ешкімге де тіл тигізе алмаймыз, бірақ дегенмен де тегін нәрсе болса, оларға жанын ашып бір нәрсе жасай қойын десең, бәрібір бір адамдар шығып тұрады арасынан. Әйтеуір сенің жүйкеңді жұқартқысы келіп, аяғынан шалғысы келіп, жаңағыдай болады ғой, тас байлап жібергісі келіп, құлатып жібергісі келіп, енді болады. Сонымен де өмір қызық шығар, мысалы. Мына жерде жазып жатыр. Иә. Бәрі күшті болуы мүмкін емес. Көрермендердің сұрағына жауап берейік. Иә, сөйтейікші, иә. Еңбегіңді сат деп Абай атамыз айтып кетті ғой дейді. СТО ашқам дейді. 6 айдан кейін банкрот болды менде дейді. Неге деп ойлайсыз? Иә, енді ол банкрот болғанда любой нәрсе ашылуымен білесіз, негізінде мынау кімнің Абайдың өзі айтады, істі қалай бастағанымыз, қалай аяқтағанына деген сияқты. Кез келген нәрсенің басталуы оп-оңай. Қараңызшы, үйлену оп-оңай. Үй болу қиын деген сөз қайдан шықты? СТО ашу оңай, СТОны ұстап тұру қиын ғой ол. Ішінде процесі бар ғой.
процесс бар. Ол ашып жіберу деген қазір не ол? Екеуміз барамыз да көбіне қараңызшы, мынандай 4 жағдай адам болады да, идеолог деген болады, архитектор деген болады, стартапер деген болады, и операционист деген болады. Негізі адам осы 4 нәрседен 4 қабілеті болады екен да. Соның ішінде көбірек басымдырағы адамдарда психология бойынша стартапер. Стартапер деген не ол? Ашып жіберу. Давай бутик ашып жіберейік, давай эсто ашып жіберейік, давай мойка ашып жіберейік, давай дүкен ашып жіберейік. Осындай ашып жіберуді біледі да бізде көбіне. Бұл эмоция береді ғой, ашып жіберу. Біз ашылдық деп жазып қою, адамдарды кіргізу, презентация жасау, шар ату деген сияқты нәрселердің барлығы адамға эмоция береді. Вот эмоциямен бәрі жұмыс жасай алады. Бірақ ертеңіне бәрі кетеді. Кеткеннен кейін бизнес деген не ол? Клиент. Бизнес деген не ол? Прибыль. Егер клиент болмаса, прибыль болмаса, бітті. Бизнестен пайда жоқ. Енді оны бір күн келеді, 2 күн келеді, уже клиенттің бітеді ғой, сен оны қайттан алып келуің керексің. Сөйтіп банкрот болады ғой. Значит, бұл бизнестің ішінде команда деген нәрсе бар, сату деген нәрсе бар, менеджмент деген нәрсе бар, технология деген нәрсе бар. Көп осының ішінде. Осы нәрселердің барлығын жүйе деген нәрсе бар. Бізде сабақ бар, идея, жоспар, жүйе деген. Идеяңды табасың, сосын жоспарыңды құрасың, сосын оны жүйеге қоясың. Жүйеге қою деген сөз, сен болмасаң да жүріп тұратындай система құрастыру керек. Ол оңай шаруа емес. Идея келді, бірден соны лап етіп бастай салып, сосын жаңағы қызығы басылған кезде айдалада қалып қойған сияқты болмау керек қой, иә? Ақша салынғаннан кейін. Мысалға, мұндай жоспар жасап жатырмын, жоспарды жазып қойдым, мысалға. Өзімнің ертеңгі карантиннен кейінгі болатын үлкен бір проектім бар, соған жоспар жазып қойдым, мысалға. 95% жоспардан тұрады негізінде. Енді осы жоспар жазып болғаннан кейін барып, уже шагты жасай бастайсың. 1-2 шагты жасап болғаннан кейін барып, уже бер жағы көрінгеннен кейін оны жүйеге құрастырасың. Жүйеге құрастыру деген сөз, чтобы өзімен өзі. Мындай сөз естіген шығарсыз да, ораза кезінде шайтандар кісенделеді деген әңгімені естідіңіз ғой, иә? Бар ғой сондай хадис бар ғой, шайтандар кісенделеді деген сөз. Біреу айтады, менің шайтаным кісенделген жоқ ау деймін, мен күнәлар жасай беремін дейді да. Неден деп ойлайсыз? Өйткені сен шайтандар бос жүрген уақытта сенің нәпсіңді әбден шайтандар системаға қойып тастаған ғой. Күнә жасайтын қойып тастаған ғой. Енді шайтандар кісенделіп жатса да, сенің нәпсің өзімен өзі орындап жатыр. Сонда айтамын ғой, бизнесті де сол сияқты деймін да, сен өзің барып, әдемілеп тұрып бизнесті ең бірінші өзің үйретесің. Сол жердегі адамдарды системаға қоясың. Сосын сен қанша жерден Дубайға кетіп қалсаң да, Турцияға кетіп қалсаң да, ана бизнес өзімен өзі істеп тұру керек, жүріп тұру керек. Бірақ бір нәрсені білу керек, мүлде кетіп қала алмайсың. Бизнесті мүлде кетіп қала алмайсың. Адамдар соны армандайды қазір. Ол дұрыс емес. Өйтіп айтса сенбеңдер адамдарға. Что сен анау Мальдиваның жағасында жатасың, бизнесті жүргізіп қойғансың, и саған ақша капать етіп түсіп жатады, бизнес жүріп жатады. Жоқ, ондай иллюзия болмайды. Сен бар болғаны не істей аласың, қысқарта аласың. Өзіңнің жұмыста болатын уақытыңды қысқартуға болады. Мысалға, күніне 2 сағат бөлесің. 8 сағат емес, 2 сағат бөлесің күніне. Ондай қылуға болады. Және делегирование деген нәрсе бар. Өзіңнің жұмысыңды біреуге ауыстыруға, біреуге беруге болады жұмысыңды. Бірақ ответственность өзіңде қалады. Жауапкершілік өзіңде қалады. Бұл енді бизнестің сабақтарында артынан айтылатын нәрсе негізінде. Ақшаны алға қойсаң, шаруа алға баспайды дейді. Жақсы. Ол не деген сөз? Менің түсінігім бойынша, егер шаруаны ақшасын істейтін болсаң деп тұрған шығар. Енді мындай бір қағида айтайын. Айгерім ханым. Жоқ, ақша дей берсең, енді алысқа бармайсың деп тұр ғой. Жақсы. Мынандай бір қағиданы айтайын. Адамда денсаулық болмаса өмір сүре алмайды адам. Бірақ адам баласы денсаулық үшін өмір сүрмейді. Түсіндіңіз ғой, иә? Сол сияқты бизнесте прибыль болмаса бизнес жүрмейді. Бірақ бизнес прибыль үшін жұмыс істемеу керек. Значит, бұл не деген сөз? Ақшаны қоймау керек цель қылып, құндылықты цель қылып қою керек. Құндылықты. Мысалға, мен қазір адамдарға тренинг беріп жатсам, менің концентрациям, менің оларға беріп жатқаным, менің оларға не беріп жатырмын, мен соған көңіл беретін болсам, ақша өзімен өзі келеді. Маған ақшаны алмайын десең де беруі мүмкін.
өйткені мен жүрегіммен істеп жатырмын адамдарға. Ал менің ойлағаным ақша болатын болса, мен анаған да бір нәрсені тықпалап, мынаған да бір нәрсені тықпалап, бір нәрсе қылып ақша алып алатын болсам, бір рет аламын, екі рет аламын, үшіншісінде ықылас болмағаннан кейін жұмысым жүрмейді, конечно, беретін нәрсеңе қара. Не проблема шешіп жатырмын? Не проблема шешіп жатырмын? Адамдардың проблемасын шешу керек. Мысалға айтайын ба, Түркістанда мындай жағдай болып жатыр. Енді Түркістанда проблема болып жатыр. Қандай проблема болып жатыр? Ертең үй салу керек енді оларға. Үй салу керек. Енді сен осы кезден бастап, бәріңізге де осы нәрсе жақсы идея, идеяның ар жағын білгіңіз келетін болса, енді осы туралы оқу керек болады. Строительный ашыңыздар. Компания ашпай қойыңыздар, кішкентай бір бригада алып алыңыз, бір 4-5 адамнан тұратын бригада алып алыңыз да жөнеліңізді сол жаққа қарай. Барыңызды айтыңыз, мен мына шпаклевкасын істеп берейін, мен фундаментін құйып берейін, мен шебін араластырып берейін. Кім айтады жұмыс жоқ деп? Жұмыс жетеді, ертең мемлекет ақша бөледі. Бәрібір оларға жұмыс күші жетпейді. Сен жұмыс күшін бер. Не істеп жатсың сен? Сен проблема шешіп жатсың, при этом ақша аласың сен. Идея, бизнес идея деген осы. Зато сенде жүрегіңде не пайда болады? Мен халықтың, қоғамның бірден бір проблемасын шешіп жатырмын деген ощущение болады. Бұл жеген жақсы ғой. Өмірге келдің, сен халықтың бір нәрсесін көтеріп отырсың, при этом алған ақшаңды наныңа майыңды жағып, кәдімгідей адал жолмен жейсің ғой, рахаттанып жейсің ғой, айтшы. Вот бизнес осындай болу керек. Осы алдымызда отырған жігіттің, яғни сіздің, қандай бизнестері бар? Қандай кәсіптері бар? Осы сұрақты деген, осы мен эфирге шыққаннан бері, инстаграмға шыққаннан бері қойып келе жатыр ғой сұрақты. Обязательно қояды ғой. Енді сөйлеп отырған адамның кім екенін білу керек, ол қандай нәтижеге жетіпті, қандай жетістігі бар, неге ақыл айтып отыр деген сияқты ғой, енді соны білу керек. Иә. Әрине, мен енді осы сұрақтың болатынын біліп, мен инстаграмға негізі жазып қойғанмын. Кірсеңдер, инстаграмға кіріп, менің немізді қараңызсаңыздар болады жаңағы, бас жағындағыларды. Жоқ, жазбауыңыз да мүмкін ғой. Мысалы. Иә, негізі жазып қойғанмын. Енді өзімді айтып кетейін. Мен негізі 18 бизнес ашып көргенмін осы уақытқа дейін. Енді оның ішінде 18 деп ауыз отырмай қойын, бірақ кейбіреулер бизнес деп ойлағанмын, оказывается ол бизнес емес болған шыққан. 18 түрлі бір айтқанда кәсіп жасап көргенмін негізінде. Соның ішіндегі 12-сі жоқ қазір. Неге? Менің өзімнің қателігімнен, баға айтса, ашылған СТО сияқты, жабылып қалған деген сияқты. Мен де адам болғаннан кейін мен де қателесем, қателеспейтін адам болмайды. Білім алып жүріп та қателесесің. Кейбір уақытта білімді біліп жүресің де өзіңнің қырсықтығыңнан істеп қоясың, бір нәрсені біліп тұрып істейсің. Сол сияқты ол тағдыр. Сондықтан 12 түрлі бизнес шашылды кесілді жоқ болған. Зато 12 бизнесті жоқ қылғанымнан қаншама сабақ алдым, и адамдарға соны бере аламын. Адамдарға айта аламын, мынаны істеме деп айта аламын. Зато бұл кейіп болды ма. Енді қалған бизнестерім бар, ол мен енді Ақтөбенің жігітімін ғой негізінде. Ақтөбенікімін, мен Алматыға көшіп келгеннен 1,5 жыл болды. Менің Ақтөбеде жаңағы юридический компания болды. Ең басында юридический компания бар болатын. Енді ол былай айтқанда активный емес қазір. Өйткені клиент болғанда жұмыс істейміз, клиент болмағанда жұмыс істемейміз. Бірақ 2 жыл бойы жақсы жұмыс істедік. 47 миллион теңге халыққа қайтарып бердік. Анау негізінде комиссия ұстап қалды ғой, банктан комиссия ұстап қалды болып жатыр. Сонда 2 жыл енді успешно жұмыс істедік. 47 миллион қайтарып халыққа. Енді екіншісі, мен Арзан деген магазиндер бар. Арзан деген киім сататын магазиндер бар. Соларға 8 магазинге партнермын. Поставка жасаймын. Қырғызстанның заводынан сояққа киімді поставка жасаймын негізінде. Айтпақшы, сол Арзан деген магазиндар бар ғой қазір, көп. Мен байқаймын, Астанада көп бар ғой. Сапасы қандай оның? Мысалы, халықтың ақшасы аз болғаннан кейін енді үнемдеу үшін көп балалы аналар барады, алады, соны баласына кигізеді. Оның денсаулығына әсері бола ма? Терісіне аллергия тудыруы мүмкін сапасыз дүние. Қайдан алып жатырсыздар оны? Осы жерде айтайын. Мұнда сегмент деген нәрсе бар да. Высший слой, средний слой, низкий слой деген нәрсе бар. Низкий слой деген жалпы халықтың қалтасында ақшасы аз адамдар өте, сондай аз адамдардың өз слойы бар. Қаласаң, қаламасаң осындай адамдар бар. Айлығы өте төмен адамдар, жағдайы нашар адамдар. Сол адамдар еш уақытта качествоға қарамайды. Оларға арзан болса болды болып тұр қазір.
біріншіден. Екіншіден, сол арзан деген магазиндер өте төмен бағадағы сапасы өте төмен, бағасы төмен нәрсені сатады. Бірақ қазір мен мақтанып айтайын, менің апаратын товарым өзі арзан, өзі сапалы. Арзан деп айтпай қойын, мықты арзан емес. Сапалы, менікі сапалы, аты да сапалы. Менің апаратын менің заводымның аты сапалы еще. Қырғызстанский завод сапалы дегенді бәрі біледі. Қазір интернетке кірсеңіздер, сапалы деген брендті қарайтын болсаңыздар, действительно сапалы. Еще менікі іш киімдер кілең іш киімдер. Біз соны апарған кезде маған басында сол жердегі жігіттер келіспеген. Жәке дейді, мына товарларды ешкім алмайды. Өйткені сенің товарың, бізде ана жерде синтетика не тұр, іш киім тұр, сенікі хыбы, сенікін алмайды, өйткені сенікі қымбат, 2 есе қымбат анадан дейді. Сосын мен айттым, жігіттер, алмаса алмай қойсын, бірақ просто ассортимент ретінде қойып қойыңдаршы. Ассортимент ретінде қойып қойыңдаршы. Просто адамдарға таңдау болсын. Білесің бе, просто адамдар келген кезде таңдау берсең, арзанын алады ғой енді. Қымбатын алмаса алмай қойсын деді. Просто мен іштей надеялся, что мен өтеді дейді. Действительно, выстрелил. Барды, жұрттар менікін алатын болды ғой. Менікін алатын болды. Сөйтіп көбейттік. Айтқанда, бәрібір адамдардың бәрі низкий слой емес қой, оның ішінде кіретін адамдар. Качественно қалайтын адамдар бар. Сондықтан солар алатын болды. Бірақ в основном олардың товарлары өте төмен сападағы адамдар. Нелер, төмен сападағы товарлар. Негізінде мен айтам, стандартымды оған түсірудің қажеті жоқ. Стандартымды көбейту керек негізінде. Ондай төмен бағаға бару. Демек, сіз серіктессіз, сосын екі бизнес. Иә. Сосын теплица. Ақтөбеде теплица бар. Теплица мен өзбектер бар енді. Бұл айтқанда, бізде Ақтөбеде қыс ұзақ болады, өте ұзақ болады бізде. Ұзақ болғаннан кейін, где-то 8 ай ма қыс болады бізде. Енді қыстың күні мынау қияр, ең басында жаз жуадан бастағанбыз, артынан қиярдан істеп кеттік. Қиярдың өзі жақсы. Бизнес жақсы. Еще ар жағында бізде нефтяной городок болғаннан кейін Қытайларға өткізеді, көп енді. Сол нәрседен жақсы. Содан кейін Сырғалым деген қыз келіншектер, қарап алыңыздар, Сырғалым деген қыз келіншектерге арналған тігін цехы бар. Енді кішкене выше средний ба, қымбат нелер киеді, танымал адамдар қыз ұзатуға шыққан кезде солар киеді, жаңағы кімдер бар еді мынау? Жазира ма? Жазира деген бар еді ғой. Жазира мен кім еді? Жанболат, иә. Солардың сіңілісі ма, білмеймін. Әйтеуір мен енді, әрине мен оны келіншегіме ашып берген нәрсе, келіншегім айналысады, мен тек қана бизнесті жүргіземін, қалғанын бәрін өздері нағылады. Сырғалым деген нәрсе бар, оны терсегідер шығады. Осы Алматыда ол. Сосын тағы не бар? H-Fly Chicken деген. Марғұлан Сейсенбайды танисыз ғой, білесіз ғой. Сол кісімен серіктеспін. H-Fly Chicken деген Алел Агромен жұмыс жасаймыз. Чикенді маринадтап полуфабрикат сатамыз. Полуфабрикат. Сонда сіздікі әр сала, иә? Бір сала емес, әр бағыт. Әр сала. Әр бағытта еще мен оны өзім істей алмаймын. Мен всегда адамдарға айтамын. Еш уақытта менің қолымнан келеді, менің қолымнан келмейді деген нәрсемен ойлануға болмайды. Ол бизнесмен болу үшін сенің қолыңнан келу маңызды емес. Сенің қолыңнан келетін іспен айналысатын болса, сен бизнесмен емессің, сен фрилансерсің. Фрилансер. Адамдар шатастырады. Фрилансер деген нәрсемен бизнес деген сөзді шатастырады. 4 нәрсе бар. Жалданбалы жұмысшы бар, фрилансер бар, бизнесмен бар, инвестор бар. Адамдар бір нәрсе жасаса болды бизнесмен деп шығады. Бизнесмен ондай болмайды. Бизнесмен деген ол сүйікті ісімен айналысады, бірақ бизнесіне қол салмайды, ми салады. Бизнесмен ол жұмыс орындарын ұйымдастырады. Бизнесмен ол жұмыс орындарын ұйымдастырады. Бизнесмен ол уақыттарды сатып алады, адамдардың уақыттарын сатып алады. Бизнесмен, қараңыздар, бизнесмен деген сөзді бір сөзмен айтқанда, адамдардың уақытын оптом сатып алады да, в розницу сатады, болды.
Бұған 5 жыл бойы оқу керек болды, $50,000 артық ақша төлеу керек болды. Оның бәрі бір оп-оңай сияқты да, неге тегін бермейсің сіздер деп шығады ғой. Мына жерде жазып жатыр, ақшамыз бар, идея жоқ, қорқыныш басым, не істеу керекпіз? Жақсы. Қараңыздар. Қорқыныш Ақша басым бар, дейтін идея адамдар жоқ, бірақ қорқады. түсінікті, иә. Мындай нәрсе бар. Адамдар екіге бөлінеді. Эксплицитный болып бөлінеді, имплицитный болып бөлінеді. Имплицитный деген сөз мындай шустрый, алдын ала видениесі бар, бір нәрсені алдын ала көре біледі, былай айтқанда чутьесі бар, рискованный, сондай адамдар болады. Психотип бұл. Екінші бар, эксплицитный адамдар деген бар. Қорқады, бағана айтқан сияқты. Ақшасы бар, бірақ қорқады дейді. Бір нәрсені бастағысы келеді, ай бастамай қалады, көп ойланады, анализ жасайды деген сияқты. Бірақ видение жоқ онда. Ана біреу бірдеңе деп айтса, ертең сондай болады десе, мә, действительно дейді да, бірақ өзі ойлап білмейді да. Қараңыз, бұл адам эксплицитный адам, логикамен ойлайтын адам. Имплицитный адам, эмоциямен ойлайтын адам. Сондай адамды тауып алыңыз. Дұрыс деген нәрсе жоқ. Қараңыз. Әйгерім ханым сізге бір жақсы нәрсе айтайын. Бала табу үшін, бала қалайтын болсаң, еркек өзі таба алмайды ғой. Әйел өзі таба алмайды. Значит, екеуі бірігіп бала табу. Сол сияқты дейсіз ғой, иә, бизнесте де. Бизнесте де жалғыз логик болып, эксплицит болып, өзің түп бітіре алмайсың. Не болып, имплицит болып, сен де түк бітіре алмайсың. Бастауың мүмкін бірдеңені, бағанағы эсто сияқты, бастауың мүмкін, бірақ түк бітіре алмайсың. Хороший бала не получится. Поэтому қазіргі заманда бөлісу керек. Қазір iPhone, Bill Gates, анау-мынау дегендердің барлығы, ойламаңыздар, жалғыз өздері істеген жоқ, олардың артында қаншама команда тұр, қаншама партнер тұр. Ол просто бетіндегі амбассадор, ол көрініп тұрған. Лицо ол көрініп тұрған. Оның ар жағында қаншама адамдар тұр. Иә, осыны мен де айтқым келеді, мысалы, көрермендер жазады, иә. Ойбай, ана журналист, анау ведущий керемет. Қалай анандай бағдарламаны жасап тұр деп. Шын мәнінде оның соңында қанша команда бар артында жұмыс жасап тұрған. Сол адамдар дайындап әкеп беріп тұрған, мысалы, иә. Мен енді осы уақытқа дейін өзге телеарналарда істеген кезде мен жалғыз өзім істейтім. В основном техникалық группаны санамағанда, оператор, режиссер, ассистент дегендер санамағанда шығармашылықта жазатын, сызатын, табатын, бояйтын, өзім істеп жүре беретінмін. Ал бірақ, мысалы, білемді, көп өзімнің әріптестерімді өздері істемейді. Тек экранда әдемі болып сөйлеп отырады. Оны жазатын, сызатын басқа адамдар бар, дайындап әкеп беретін. Бірақ халықтың махаббаты сол адамда, ойлайды, соның барлығын қалай күшті жасап жатырсыз десе, иә деп отыра береді. Бірақ мен соған, мысалы, көбінесе ренжим. Неге айтпайды? Бұның тексті жазып жатқан мен емес, айналайын жазып жатқан редактор бар. Оны тексеретін шеф-редактор бар. Оны жасап дайындап әкеп беретін редактор бар, қонақ редактор бар, анау бар, мынау бар. Мен тек лицомын, мен бетімді ғана қолданып жатырмын. Мысалы деп айтпайды, соны мойындай алмайды. Себебі тек өзі ғана жақсы болып көрінгісі келеді. Енді басы қасында барып, пісіп, соның ортасында жүріп, өзің журналист, өзің ассистент, өзің бояйсың, өзің сызасын, өзің жазасын, өзің жүргізесің. Мысалы, мен сондай жолдан өттім де. Соны білгеннен кейін мен ана адамдарға жаным ашиды. Айтам. Мен үнемі айтып жүремін. Команда бар, мынау бар, анау бар деп. Ал енді жаңағыдай әріптестеріме өкпелеймін. Бірақ олар мойындамайды, мойындағысы келмейді. Себебі жақсы адам болып көрінгісі келеді. Экранда ойбай, мынау күшті екен деп. Мынау соның жобасы деп жатады ғой. Егер олар онда естіп отыратын болса, мен қазір бір сөз айтамын. Естиді деп ойлаймын. Осы сөзден кейін олар мойындайтын болады. Айтайын ба қандай сөз? Мойындамайды. Алла тағаланың өзі Құранда біз деп сөйлейді, білесіз ба? Алла тағаланың өзі істейтін бәрі. Бірақ оның көмекші демейміз. Періштелері бар да, періштелерді әрбір жұмысқа қойып қойған ғой. Мынау табиғатқа жауап беретін періште, анаған жауап беретін періште, өлім періштесі деп әрбір періштеге беріп қойған. Сөйтіп, былай айтқанда, тоже команда ғой енді, жұмыстар істеліп жатыр ғой енді, жаңағы.
бірақ алла тағала ол, алла тағала құдіретті. Мен деп айтса болатын еді ғой. Құранда біз дейді ғой. Алла тағаланың өзі біз дейді. Сол біз Сонда деген сөзді айта алмайды да көп. иә, енді осыны білген біреу, сен енді алла тағаланың өзі ұлық болып тұрғанның өзінде біз деп айта алатын болса, онда әрбір адам не істеу керек? Біз деп сөйлеген дұрыс негізінде. Естілмей кетті. Енді естілді ме? Тағы сөйлеңізші. Алло. Естіліп жатыр ма? Не істедіңіздер, әріптестер деген сияқты. Күшті нәрсе айтылып жатыр еді қап. Сондықтан енді өзі алла тағаланың өзі құдіретті бола тұра, ол құқығы бола тұра, оған мен деп айтуға полный несі бола тұра, біз деп айтқан болатын болса, онда қарапайым адамдардың өзі біз деп айту керек қой енді. Иә, мен дегенді қою керек негізі, иә. Мен деген болмайды енді. Мен едім деп. Идеяларды сатып аласыз ба? Сұрап жатыр мына жерде. Идеяларды сатып аламын екен дейді. Майра менде өте көп идеялар. Және ол идеялар просто... Сіздің басыңызға келмеген идея бұл кісіде бар шығар. Сатқысы келеді. Аласыз ба? Жоқ, мен қарасы, идеяны алады, адам істеу үшін алады ғой. Айтып тұрмын ғой, менде идея өте көп болғаннан істейтін адамдарды таба алмай отырмын ғой. Адамдарға бергім келеді. Адамдар соған достойный болмай тұр ғой. Мен адамдарға айтамын, мынаны алып көр, мынаны істеп көр деймін. Адамдар, ой, істей алмаймын, бүйтпеймін, сөйтпеймін, анау жоқ, мынау жоқ деп сылтау айтып жатыр. Менде идея ағыл-тегіл көп болып жатыр. Енді сіз сондай адам табылса, иә, осы менің көрермендерім арасынан мысалы табылса, сізге хабарласса, идея бере алам деп едіңіз ғой деп. Енді байқайсыз ғой ол адамның өресіне, идея берсеңіз, сосын ол адамнан ақысын сұрайсыз ба? Ертең осыны жүргізгеннен кейін маған осындай процентін бересің? Жоқ, егер ол адам былай деп айтатын болса, дұрыс айтасың, мына идеяны мен алайын, істейін, иә, жақсы, бірақ мен сізден бір көмек сұрап тұрсам арасында мен енді до конца жүргізе алмаймын ғой дейтін болсам, мен всегда айтамын. Егер менен білім көмегі керек болатын болса, менің уақытымды сатып ал. Маған прибыльдан бересің ба, прибыльдан 10%, 20% бересің ба, болмаса бір рет бересің ба, просто сен еще менен идея алып алып, ары қарай мен мазамды алмай енді, ары қарай өзің істеп кет, ары қарай мен сенен ештеңе сұрамай қояйын. Мен тренингтерімде жүр ғой, қазір тренингтерімде қаншама адам қарап жатыр ғой, онлайн қазір запись қылып жазып қойдық, көптеген тренингтерім бар, мен идея план система бар, мен 13 сағаттық тренинг бар, оның ішінде мынадай идеялар айтып қойдым мен уже. Енді ол бәрі, мен білмеймін ғой кім қарап жатыр оны, мен кешімнен қызғанып жатқан ол идеялар кетіп жатыр ғой ары қарай, кете берсін, бірақ біреулер звондап айтуы мүмкін, айтады сондайлар, мен осында өткенде осындай идеяңыз бар еді, мен естіп едім, соны істейін деп едім, бүйтуге бола ма, сөйтуге бола ма, мен айтамын, енді ары қарай істеу үшін либо өзің білім алып өзің ары қарай жүргіз, ал егер мені мазалайтын болсаң, бөліс, жаңағы прибыліңмен бөліс, болмаса консультацияға ақша төлеп ал енді. Мен өйтпегені, не үшін консультацияға ақша аламын? Айтайын ба, күніне звондайтын 10 шақты адам звондайды. Бәрі менімен сөйлесіп, осындай бір совет алғысы келеді да, мен бәріне бергім ақ келеді, бірақ мен өзім личный өмірім бар, кішкене болса да менде шаруаларым бар деген сияқты. Мен бұрын сөйткенмін, жалпақ шешен болып, офисіме түске дейін 2 адам, түстен кейін 2 адам қабылдаймын деп, тіптен ойлаймын, бір ай өтіп кетті, еш нәрсе бітірмегенмін, тек аналармен әңгіме айтып, еще ол адамдар бесплатно алып кеткеннен кейін әңгімені тыңдап, о, жақсы болды, Алла разы болсын, кете береді ғой. Я өздері де істемейді, терять нечего, жеңіспен сұхбат жасадым, болды. Кімге пайда, кімге зияны түсінбеймін да, сосын түсіндім артынан. Мен де бұрын менің наставнигімнің 1 сағаты $1000 қазір. Сонда ойлайтын, ол кім алады ол $1000-ға? Кім төлейді ол $1000 деп? Соны төлейді. $1000 не үшін қойды деген кезде айтады, барьер дейді. Чтобы бүкіл адам келмеу үшін. Қазір почти бесплатно сағатын $10,000 деп қойып қойғам, соның өзінде қояр емес. $10,000 төлесе салады ғой. Қанша энергия кетеді? Да. Сұрақтар қойылып жатыр ма? Иә, қазір қарап жатыр мына жерде. Басың бос па деп менен сұрап жатыр. Басым бос емес.
Ага, Сізден сұрап келісімді жатыр ма? қаражат менде жұмыс жүргізу дейді. Ага, неме деді Қытай. Арзан магазин айтып жатыр, арзан емес бағасы дейді. Ау? Арзан магазин айтып жатыр, арзан емес бағасы дейді. Жоқ, арзан емес болғанда мен арзан магазиндердің системасы былай. 1,5 қосады олар. Жоқ, қымбаттатпайды олар. 1,5 қосады, 1,30 қосады. Ең төмен дегенде 1,30. 1,30, 1,5 деген сөз, мысалға 1000 теңгеге зат алып келдіңіз ба? 1,5-ға сатады. 1,5-дан артық сатпайды олар. Любой нәрсені біз товарды беретін кезде соларға уже айтамыз. Так, біз осындайдан алып келатырмыз товарды. Сен осындайдан сатасың деп уже айтып тастаймыз. Потому что біз коэффициент білеміз. Әрбір магазиннің өзінің коэффициенттері бар. 1,5-нан аспайды. Либо 1,5 болады, либо 1,3 болады. 1,5-нан асып кетсе, ол уже арзан емес. Енді біреуге қымбат болып көрінетін болса, ол значит, анаяқтан келген товардың келген жағы қымбат болып кеткен. Қандай фабрика екенін білмедім, бірақ бағана сіз айттыңыз ғой, Қырғызстаннан алып жатырмын деп. Сосын айтқан болар деп ойлап отырмын. Сондай фабрика елде салуға болмай ма дейді. Жоқ. Жаңадан тұрғызудың қажеті жоқ. Біріншіден айтайын ба, бір ояқта налаженный қой, ол өнеркәсіп. Қараңыз, Қырғызстан ол сол жағынан өнеркәсіпті машықталған. Ояқта мысалға сіз тігін нәрсесі болсаңыз, сізбен байланысты мата байланысты, сізбен жіп байланысты, сізбен жұмыс күші байланысты, тоқ байланысты деген сияқты. Енді бизнестің өзінде қаншама деген расходтар бар ғой. Сол расходтардың барлығы Қырғызстанда уже адаптирован, под это уже сделан все. Поэтому ол жерде расход аз шығады. Сен Қазақстанға алып келетін болсаң, сен кімге айтасың? Қазақстанға келіп, сен қаяқтан аласың? Жіпті қайдан аласың? Матаны қаяқтан аласың сен? Ондай конвейер шығару үшін, шығарған кезде сен расходың көп болып шығады, қырғыздардың расходы аз болып шығады. Кімді кінәлады сосын? Қырғыздар бағаны аз қоя алады, сен аз қоя алмайсың. Кімді кінәлады? Қырғызстанды кінәлады. Енді көп жазыпты жаңа, неге завод фабриканы сол елімізде ашпасқа деп. Жоқ. Мен сразу айтам. Осы жерде адамдарға пайдалы болсын, сразу айтып кетем. Бизнес ашу, завод ашу емес, фабрика ашу емес. Миларыңыздан алып тастаңыздар. Егер кімде-кім бизнес сабақты өткісі келетін болатын болса, мен жерге жазсаңыздар болады. Менің бесплатно нелерім бар, сабақтарым бар, соларды қараңыздар, солардан түсінесіздер. Бизнес ашу, фабрика, завод ашу емес. Қазіргі бизнес ашудың түрі. Ол нано-корпорация. Соны түсініңіздер. Нано-корпорация. Мен адамдарға бизнесті үйреткен кезде бұрынғы нәрсемен үйретпеймін. Қазіргі системамен үйретемін. Қазір системада, ол шетелдің системасы қандай, сондай болды. Қазір аутсорсинг деген нәрсе бар. Қазір үлкен балық болу болмайды, узкий балық болу керек. Значит, аутсорсингке алу керек. Монопродукт деген нәрсе бар. Не надо, кафе ашудың қажеті жоқ. Кафенің картошкасын ашы. Кафенің картошкасын ашайтын фирма аш. Пельмени ашудың қажеті жоқ. Пельменді бүріп беретін компания ашы. Бургер ашудың қажеті жоқ. Бургерге котлет жасап беретін ашы. Вот солай ашу керек. Бөлу керек. Қазір уже не әркім өзінікін бөліп алып жатыр. Бір саладан жақсы болу керек. Естіліп жатыр ма? Иә. Сондықтан да бір саладан деп отырғанымыз бұл жерде. Бізді солай кішкентай кезінде үйретіп тастағанымыз сонша, біз қазір анау биологиямызды дұрыс оқымасақ, соған репетитор жалдап, соның бәрін оқып бәрін бірдей қылып қойған сонша, бүкіл сабақты жақсы оқуымыз керекпіз. Ол керек емес ол қазіргі уақытта. Сондықтан үйрек дейді ғой, мен алдында да айтып жүрмін ғой, үйрек ол жүзе алады, жүгіре алады, ұша алады, бірақ үйректі ешкім танымайды, қыран еш нәрсе істей алмайды, тек қана ол жақсы ұшады, сондықтан да қыранды бәрі таниды деген сияқты. Бір нәрседе мықты болу керек. Бизнесте бір нәрсені алып шығу керек. Және соны көп жерлерге істеу керек. Ал бізде қалай? Бір завод ашамыз. Мына жақта я командаң дұрыс емес, я расходың дұрыс емес, я учет контролің жоқ.
иә поставщигім жоқ, иә клиентім жоқ, сонымен жүресің шашылып, менде бизнес бар еді деп. Көбіне бізде қазақтар бизнес бар деп айтып жүреді деймін қазақ. Сізге мына жерде біршама көрермендер жазып кетіпті, хабарласамыз бүгін ертең идея беріңіз деп. Дайын отырмыз енді. Жетеді ғой. Идеяны жасауға дайын болсаңыз болды ғой. Шетелден тасып шаршадық, елде неге жаңағы фабрикаға байланысты айтып жатыр ғой, неге ашып жасамасқа дейді. Енді қараңыз, жасамасқа дегенде біздерге постоянно біреу жасап беру керек. Неге бізге біреу жасап беру керек? Неге біз өзіміз жасамаймыз? Всегда бізге осындай убеждение бар бізде, осындай түсінік бар бізде. Неге осыны істемейді деген әңгіме бар. Бір адам бар, бір мындай бір көрінбейтін адам бар. Сол бәрін істеп жүру керек та. Жоқ, біз неге істемейміз? Неге сұрақ қоймаймыз бізге? Мен соны неге істей аламын ба, істей алмаймын ба деген сұрақ. Айтамыз ғой, мына жерге бір шаң боратпай, мына жерге бір су шашып жіберсе қалай болады екен деген сияқты айтамын. Барып су шашып жіберуге болмайды да бізге. Не екенін білмеймін. Бізге біреу істеп беру керек дейді. Конечно, бізге Қытай істеп береді. Біз уже уақыт келді, міне мына кризис уақыты, мына карантин уақыты біздерге ойлануға уақыт болды. Болды, қолға алу керекпіз. Өзіміз көрдік, міне, өзімізде түк шықпайтын болсын. Бұл ештеңе емес. Ертең кризистен шыққаннан кейін бүткіл граница жабық болады. Россиядан ешнәрсе келмейді. Көреміз ертең. Россия жабық болады. Ертең Қырғызстан жабық болады. Өзбекстан жабық болады. Турция жабық болады. Стройматериал дайындап екенсің, соны айтады. Ойлашы енді. Панеліңді бізде нормальный ағаштар жоқ қой. Цементіңді қайдан аласың? Жұмыс күшін қайдан аласың? Өзбегің қаяқта енді? Өзбектің бәрі ертең жұмыстарға кетеді. Қаяқтан өзбек аламыз? Енді қазақтар үй саламыз енді. Ал біздің қазақтардың бәрі ағыран. Жеңіс мырза, негізі мына жерде енді қосылған адамдар бар екен. Бұл кісі кім деп жатыр? Бизнес кеңесші. Жаңа айтып жатыр ғой, бірнеше кәсіптің егері. Бекерден бекер эфирге шығып, енді қаншама уақытымызды бекер сарп етіп, мақтану үшін шығып отырған жоқпыз. Қазір мынау карантин кезі ойлануға көп адамға уақыт болды. Бір нәрсе жасау керек дегендер міндетті түрде жасау керек. Және шатасудан қорықпау керек. Иә? Көру керек қой, бастап көру керек. Болса болды, болмаса қояды. Істеп көру керек. Иә, істеп көру керек. Тәуекелге барып көру керек деп айтамыз, бірақ мен соны ешқайсысын істемеймін. Ешқайсысын істемеймін. Сен үшін істейтін адам бар ғой? Қандай адам? Енді сіздің неңіз бар ғой, өзіңіздің арқа сүйейтін адамыңыз бар. Енді бұл жерде әйелдің психологиясы мен еркектің психологиясы басқаша болады негізінде. Істеу керек дегенде біздер басымырақ еркектерге көп айтамыз негізінде. Енді әйел адам сол мен мысалы маған өзім істеген ұнайды да. Жолдасымнан ақша сұрағым келмейді. Әрине, жақсы. Өзім тапқым келеді, өйткені студент кезден бастап жұмыс жасадым. Сосын жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, мысалы қазір диванда жатады, мен ол жұмысқа бармаймын, ол менің деңгейім емес деп айтатын адамдар. Мысалы мен сол кезде бірінші курс журфакқа түскен кезде маған айтты әпкем, саған жұмыс істеу керек, сенің проезің бар жүретін, жататын орынға төлеу керек, официант бол деді. Мен айттым, мен болмаймын, мен сонау ауылдан журналист, жазушы болып келдім, мен неге официант болуым керек? Мен неге ыдыс жууым керек? Мен болмаймын. Деп мен соны ақыры істемей қойдым. Мен бардым, анда бардым, практикант болдым. Әйтеуір үйреніп, сөйтіп телеарнаға ілігіп кеттім. Мысалы, декретте отырған кезде жаңағыдай бар не, мен әйтеуір біреуден ақша алмау. Оның несінде жаңа жолдасынан алмау, өзі берсе аласың. Бермесе ұсақ тек, әйелдің ұсақ тегі бітпейді ғой, оған алғың келмейді. Сол кезде қайтып табыс тапсам болады. Мысалы, мен қолымнан не келеді? Мен қолымнан текст жазу келеді. Бағдарлама дайындау келеді, мысалы, өзінің мамандығыма сәйкес. Я болмаса, маған әдемілік ұнайды.
біреулерді бояндырғым келеді, түрін жөндегім келеді, білмеймін, ұнайды осы маған. Сосын біреуді емдеп жүрген ұнайды деген сияқты ғой енді. Бірақ осының ешқайсысы мен істей алмадым, себебі мен жаңа елдің сөзінен қорықтым, шыны керек. Мынау Әйгерім адамдарды бояп кетіпті ғой. Бізде солай ғой, бейшара. Мынау деген адамдарды бояп кетіпті ғой. Мынау деген бүйтіп кетті, сөйтіп мен солай ойладым да, мен істей алмадым, негізі бара алмадым. Әйтпесе қаншама салондарда таныстарым бар ғой енді істейтін. Мені алыңдаршы десем, олар күлді маған. Мен айттым, мен көрейінші, жұмыс істеп деп едім, күлді, кім болып істейсің? Қалай сіздің атыңыз бар, өзіңіз жұмысыңызды істемейсіз бе деп. Мысалы деймін да. Енді бұл жерде сізге енді барып істеңіз деп айта алмаймын, бірақ жалпы адамдарға бір не болсын, пайдалы болсын. Жұрт не дейді деген нәрсе ол өте кедей саналы нәрсе да, именно кедейлікке алып баратын сол екен негізінде. Жұрт не дейді дейді. Біз үй салсақ та жұрт не дейді деп саламыз. Төбеміз неге қызыл қылмады десе, қой жұрттың бәрі көк қылып жатыр, мен де көк қыламын, осындай қылып айтамын. Біздер постоянно бір жұрттікіне қараймыз. Даже біз носки кисек те қызыл носки кие алмаймыз көшеге шығып бара жатқанда. Неге? Ой, жұрттар не дейді. Вот. Мен өткенде жаңағы айтамын ғой, бестана шығып бара жатсам, кеды киіп алып. Что-то ана кедейін кимейсің, ал неге ана шалбармен дұрыс тұрған жоқ. Маған удобно мынау. Десем, что-то ертең жұрттар айтады, ана кеды киіп алып та мыж-мыж қылып. 200 теңгенің кедейсін киіп алыпты деп. Мен айтамын, маған удобно ғой мынау. Көрдіңіз ба? Адамдарда біздер өзімізге удобно нәрсені де кие алмай дегенбіз, жұрттар не ойлайды деп. Сонда ана қызыл носки киіп алған бір миллионер кісі ғой, атын ұмытып қалдым. Сол кісі қызыл носки киіп алған ғой. Кәдімгідей қып-қызыл ана носки бар ғой. Қазақстанда осы. Сонда біреуді суретке түсіріп алып, артынан сұраған, неге қызыл носки киесіз десе, это внутренняя свобода дейді человека. Көрдің ме? Что я хочу, то и делаю деген нәрсе ғой. Егер сен арсыздықтан асып кетпеген болатын болсаң, біреудің былай айтқанда біреуге арсыздық жасап атпаған болсаң, жұрт не дейді деген қарамау керек. Ал бізде адал жолмен мысалы табыс таптың, кейде болады ғой, қиналасың, иә? Кейде болады, жетпейді, анда жетпейді, былай жетпейді. Сол кезде мен ойлаймын да, мысалы, жаңағыдай біреудің бетін боясам, я болмаса тазалық жиналған жақсы көресің ғой. Біреудің барып қолын жуып берсең де, үйін жуып берсең де. Бірақ адамдар мені басқаша қабылдады. Непривычный болады ғой. Бірақ вещи вот сондай болу керек та, негізінде бар. Бізде кішкене байқайсың, анау басқа жақтың президенттерінің өзі ана жерге бір нәрсе түсіп кетсе, кофе төгіп алып, сол кофені ана қолымен жуып тастап жатыр ғой. Мысалы, көріп жатсыз ғой, қаншама роликтер бар сондай. Оның өзі қарапайымдылық қалып барады негізінде. Қарапайымдылық қалып барады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, күйеу әйелдеріңе көмектесіңдер. Анау сыпырып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыпыратын болған ғой үйді. Қазір сен әйеліңе сыпырып көрші. Бізде иллюзия бар ғой, что сен әйел болып кетесің. Сен даже үйдегі балалар айтады, сен үй сыпырып жатшы, саған айтады, не, мама болып кеттің ба деді. Тек қана маманы сөйлеу деген нәрсе бар да. Тоже көрді. Ну, есть вещи, которые не принимают люди. Ну, через это үйрену керек. Адамдарға бәрібір. Сенің проблемаң да бәрібір, сенің де проблемаң бәрібір. Негізі, иә. Енді оны мына жағын бәрін біліп тұрады, бірақ жаңағыдай бәрібір бір нәрсе кедергі жасап тұрады. Енді сіз енді ладно, енді сізге простительный шығар, мүмкін сіздің действительно атыңыз бар, неңіз бар деген сияқты қиындау мүмкін. Вот адамдар бар ғой, ешкім білмейді, танымайды, бірақ сөйтіп жүріп жұрттар не дейтінге қарайтындар бар ғой, оларға енді. Жоқ, негізі жоқ, адал еңбекпен ақша тапқанның несі айып, мысалы, иә? Әрине, қараңыз, мен мындай нәрсені осыны есіме салып берейін. Госслужбада жұмыс істеп жүргенде соңғы уақыттары теплицадан шыққан товарды сағат таңғы 7-де ала сумкамен апарып жүретінмін, костюм шалбар киіп алып. Сонда бір адам көріп қалып, менің жұмыстарымды көріп қалып айтады маған. Сен дейді, мынаны неге сен таң атпай апарып жүрсің, өзің сені көріп қалыпты ғой дейді. Ұят емес па дейді. Сонда мен айтқанмын, сен пара алып жатқан кезде ұялдың ба адамдардан? Ойбай, ұят болды, мынау пара алып жатырмын деді. Деп күліп айтып едім, ол ыңғайсызданып қалды кәдімгідей. Сосын айттым, маған айтпа бұндай нәрсе. Мен адал жұмыс жасап жатырмын. Сондықтан адал нәрседе неге ұялуымыз керек бізге? Иә, Жеңіс мырза, біздің уақытымыз аяқталып қалды. Тағы бір алдағы уақытта тағы бір қайталасақ басқа бір тақырыпта, бірақ негізі мен байқаймын біздің көрермендерге керек осындай тақырыпта әңгімелер қозғалғаны. Содан кейін барлық көрерменіме айтқым келеді, оқырмандарға.
жаңағыдай жұрт не дейді дегенді қояйықшы, шынымен де қойғымыз келеді, бірақ қоя алмаймыз, иә. Бір нәрсе бізге кедергі жасап тұрады. Осыны қояйық та, шын қолымыздан не келеді, не істегіміз келеді, соны ұялмай жасап көрейікші. Мүмкін керемет нәтижелерге жетуіміз мүмкін шығар. Соны бірлесіп, бір-бірімізге жасап, есеп беріп, жасап отырайық. Мен бүгін мына қадамнан өттім, мына барьердан өттім деп. Сол кезде расында да, иә. Келесі мүмкін жұрт не дейді дегеннен қалай шығамыз деген тақырыптарда несе уже үлкен тақырып. Оның техникасы бар, қалай құтылатын техникасы бар. Иә, айтыңыз, үйретіңіз. Біз қазақтар бәріміз де алға қарай жүруіміз керек. Рахмет сізге.